Адам мен жануардың будандастырылған денесі бар тіршілік иесін елестете аласыз ба? Бір жағынан адам, екінші жағынан ешкі, арыстан, шаян немесе тіпті жылан. Бұл ертегі емес. Бұл химера деп аталатын құбылыс. Бірақ бұл тек ежелгі Грекия мифологиясындағы құбыжық емес, қазіргі ғылымда да нақты ұғым ретінде қолданылып жүр. Сіз сенбеуіңіз мүмкін, бірақ кейбір биологиялық зертханаларда адам мен жануар жасушалары біріктірілген тәжірибелер ресми түрде жүргізілген. 2017 жылы Жапония мен ақш-тағы ғалымдар шошқа эмбрионына адам жасушасын енгізіп, будан эмбрион жасап шыққаны мәлім. Бұл тәжірибе адам ағзаларын жануар денесінде өсіру үшін жасалды деп түсіндірілді. Бірақ бір сұрақ туады. Егер адам мен шошқаның жасушалары үйлесіп жатса, онда бұл химера ма? Ал егер бұл эмбрион ары қарай дамыса, не болар еді? Осы тұста түрлі астыртын ұйымдар мен жасырын зертханалар туралы әңгімелер пайда болады. Айталық, Ресейдің құпия жобаларында адам мен маймылдың гибридін жасау әрекеті 1920 жылдары басталып кеткен дейді. Бұл ресми құжаттармен дәлелденбеген, бірақ көп зерттеушілер сенетін дерек. Тіпті сол жобаны басқарған ғалым Иванов Африкада маймылдарға адам ұрығын енгізіп, нәтиже алуға тырысқан. Енді ойланып көріңіз, бұл жай ғана ғылыми эксперимент пе, әлде химера жасаудың алғашқы қадамы ма? Тағы бір өсек. 2002 жылы Қытайда ешкі мен адамның гибриді жасалды деген дерек тарады. Кейін ол ресми түрде жоққа шығарылды. Бірақ сол зертхана сол жылы бір жола жабылды. Қалай ойлайсыз, егер нәтиже болмаған болса, неге бүкіл мекеме жабылып қалды? Тағы да бір қызықты жайт, кейбір ескі жазбаларда, тіпті түркі аңыздарында да денесі адам, бірақ тісі, көзі, қол-аяғы ерекше тіршілік иелері туралы айтылған. Қазақ пен қырғыз эпостарында құбыжық немесе малғұн деп сипатталады. Бәлкім, бұл біз білмейтін, көзімізбен көрмеген химералардың ескі бейнесі ме? Тіпті соңғы жылдары интернетке тараған жасырын зертхана суреттерінде бір мезгілде маймылға да, адамға да ұқсайтын құбыжық тіршілік иелері бейнеленген. Біреу бұл фейк десе, біреу неге олар осындайды жасауға құмар дейді. Не үшін? Кім үшін? Қастандық теорияларына сенсек, химералар болашақта жекелеген элита үшін қызмет ететін тіршілік иелері болуы мүмкін. Ешқандай құқығы жоқ, бірақ адам тәрізді тірі организмдер. Құл болу үшін жаратылған тіршілік иелері. Ал енді сұрақ, егер мұндай тіршілік иесі шынымен өмірге келсе, оны адам деп есептейміз бе? Әлде құбыжық па? Оның жаны болады ма? Құқығы бола ма? Химера миф емес. Бұл ғылым мен этиканың арасында тұрған қауіпті шекара. Адамзат сол шекараны баяғыда аттап өткен сияқты. Ал біз, қарапайым адамдар, бұл туралы тек дақпырт пен өсек арқылы ғана ести аламыз.